Дінмұхамед Қонаев 1912 жылы 12 қаңтарда қазіргі Алматы қаласында қызметкердің отбасында дүниеге келген. Дінмұхамед Қонаев көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақ ғылым академиясының академигі, технология ғылымының докторы. Дінмұхамед Қонаев отбасында 11 баланың 4-шісі болған. Сүйіктісі қару-жарақтан коллекция жинап, аңға шығуды өте қатты ұнатқан. Дінмұхамед Қонаевтың елге, жерге деген сіңген еңбектері өте көп. Сонымен қатар Дінмұхамед Қонаев КСРО-да саяси лауазымға ие болған алғашқы қазақ. Қолындай арда қазақ жан қиған. Дінмұхамед Қонаев ол кісі 1912 және 1993 жылдардың арасында өмір сүріп кеткен. Ол кісі КОКБ-ның бас хатшысы болып жұмыс істеген, яғни қазіргі тілмен айтқанда президенттің орнын алып жұмыс істеген. Өз өмір жолын Қоңыратта бастаған, Қоңыратта рудник инженер болып жұмыс істеген, және де Мусин Әжберген деген кісінің үйінде жатып жұмыс істеген. Қонаев сол Қоңыраттан бастап көтеріліп кеткен, менің естуім бойынша, алған мәліметім бойынша, және де 86 жылы оны өз лауазымынан босатып тастады, және де ол 93 жылы өмірден өтті. Анамның қалған жалғары. Дінмұхамед Қонаев ол өзінің өмірінің соңғы жылдарына дейін аңшылықтан қол үзбеген. Мұны қазіргі кездегі музей саятшылыққа қатысты экспонаттардан байқауға болады. Ол қару-жарақ жинағанды ұнатқан десе де жақындары оның бейбарақат аңдарды атпайтынын және де аңшылық маусымында ғана аңға шығатынын айтқан. Дариядай қан аққан. Қылышынан қан тамған кеңес өкіметінің тұсында ел ағаларының басты арманы ұлтын сақтап қалу болды. Олар тәуелсіздік үшін күрес жолында жан алысып жан берісті. Дәл осылай азаматтардың бірі Дінмұхамед Қонаев еді. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, халқы үшін қалай аянбай еңбек етсе, елі де оны дәл солай ұлықтап төбесіне көтереді. Осы күнге дейін барлық жасаған ескеріп, Димаш Ахметұлының өмір жолы бірізді болды деп айту қиын. Өкінішке қарай халықтың сүйікті ұлы өмірін соңына қарай қиын күндерді бастан кешірді. Оған күйе жағылып, орынсыз пікірлер айтылды. Десе де ол қалың орманда тек биік қарағайдың басы жер қалай шалса, дәл солай төзе білді. Ақырында 1993 жылы Мұхамеджан Тынышпаевтың 125 жылдық мерейтойына қатысу үшін Сарқандқа барып, сол жерде 82 жасқа қараған шағында көз жұмды.